Сәлем баршаңызға. Немереме плед тоқыған едім. Өзіме бір қарағанда квадрат тоқимын, тоқыма машинасында деп ойлағанмын. Мені үйрену үстіндемін. Қателіктерімді жөндеп, ең соңында жақсы плед тоқып шықтым. Бұл видео өзім сияқты новичоктарға арналған. Ал жақсы тоқитын қыздар қатты сөгу көрмеңіздер. Мен үшін шеттерін бұратылып кете беретіні қиын болды. Сосын тоқу барысында да каретардың жүрісі де өте қиындап кетті. Кейін байқасам, ақ жіптерді тоқыған жерлердің біраз жері тоқылмай қалыпты. Міне мынадай ақпен шетін оң қылып тоқымақшы болғанмын. Сөйтсем, мына каретаның біраз жерлерін үзіп жіберіпті. Сондықтан машинадан шешіп алуға тура келді. Содан кейін енді крючокпен тоқып көрейін деп ойладым. Содан кейін былай тоқи бастадым. Мынау жаңа кареталар жұлып жіберген жалбыраған жіптердің бәрін ернеуіне крючокпен тоқығанда іштен жол қылып салып жіберіп, көрсетпей тоқып жіберуге болады. Солай тоқыдым. Сонда мына жалбырағандар да жоқ болып кетеді, бәрі әдемі болып кетеді. Мен бағана кареткадан алғаннан кейін жаңағы пледтің бір жақ жанын крючокпен уже тоқып, соңына дейін тоқып көрдім. Өте жақсы жатты, ширатылған жоқ. Сосын жаңағы влажная обработка жудым. Жуып, тағы да көрдім не істейді екен. Сондықтан жақсы тұрды. Кепкеннен кейін жатық, ешқандай да майыспай, жиырылмай солай болып тұрды. Сосын мына екінші жақтауына келгенде, мына әдейі видеодан қыздар үйренем дейтін қыздарға әйтеуір сабақ болсын деп осылай тоқып көрсетіп жатырмын. Мына жалбырағанды артынан да жинауға болар еді, бірақ мынаны төсеп жіберіп, осылай үстінен ішінен білдірмей кетіп тоқып жіберуге болады. Енді өзім машинамен жақында ғана үйреніп жүргеннен кейін аздап машинамен де қиындау жатыр, бірақ әлде де істеп жатырмын. Өзім үйренгенімді, өзім қателіктерімді жөндеп білгеніммен енді үйреніп жүрген қыздарға бөліскім келіп отыр. Міне осындай жолмен жаңағы тоқып жасап жатырмын. Жаңағы менің проблемам шеттері ширатылып кете береді ғой. Сол ширатылып кете беретіндерді басқа жолдары болса, жақсы білетін тоқымашы қыздар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мүмкін пайдаларыңыз тиіп кетер. Біз новичоктарға біраз нәрсе әлде де қиындау болып тұр, бірақ тоқыманы білгеннен кейін тоқымашы қыздардың бәрі әйтеуір ебін тауып, істеймін деген нәрсесіне дегеніне жетпей қоймайды. Бұл пледтің мастер-классы жоқ, ештеңесі жоқ, өзім ойлағанмын. Квадрат жасай саламын, болды деп.
сөйтсем кішкене аздаған нюанстар болады екен, кейде шеттері қайырылып кетеді екен, кейде жиырылып қалады. Сондықтан енді үйренем деген қыздар болса, енді өзім сияқты енді бастап жатқан шығар. Олар да өздерінің мүмкін мұндайға кездескен шығар, бұндай шешім тапқан шығар басқаша. Ондай болса да комментарийға жазып кетіңіздер. Крючокпен тоқып жатқан кезде ең шеткі жерінде тікесінен жақсы болып шығатындай болу үшін осындай шет жағында алу керек. Уже тоғып жатқанның өзінде әлі жуған да жоқпыз. Осылай тікесінен тұр. Майыспайды, жиырылмайды. Крючокпен тоқыған ұтымды болып тұр.